Қысқасын айтқанда, досымды аңдыдым. Мен ағаштың артына тығылып жүрген болатынмын. Себебі досым күнде кешке таман шығып кететін. Бұл жағдай 3-ші рет емес, 4-ші рет емес, 1-ші рет болып жатыр. Мен бұны анықтауым керек дедім. Шықтым үйден формамды үтіктеп, қалай брат еп ет жеп, бүгінге цел қалаға шығу, арасында 3-4 қыз сындыру. Ой, не шайып кеттім. Тура сол кезде досым: отырмыз брат. Қыз сындыратын уақыт болып қалды ма деп ойлағам ғой. ну ладно деп досым ары қарай кетіп қалды. Мен оны аңдуды бастадым. Досым еш уайымсыз жүре берді. Ал мен аңдып, уайымдап әрең келе жаттым. Досым келіп, уайымдамай жүре бер деді. Артынан аңдығанымды біліп қойып, мені ешкім жоқ бұрышқа алып келіп, шалбарын шеше бастады. Мен қатты қорқып кетіп: Брат, мен еркекпін, мен қызым бар вообще-то. Ал ол болса: Брат, похуй. Сөйтсем шалбарын жөндеп жатыр екен. Фух деп үйге бірге қайттық. Қысқасын айтқанда, досымды аңдыдым. Достар, видео ұнаған болса міндетті түрде каналға жазылып лайк бас кетейік. Алда тағы да қызықты видеолар шығатын болады. Барлықтарыңызға давайте.